небір сұрақтар, небір пікірлер түсіп жатады. Соның ішінде біздің тәңірші бауырларымыздың да өздерінің пікірлері бар. Көкірегімізге жазып алған пікіріміз деп айтатын ойлары бар. Соларға тоқталайық. Руханат Қамбаров деген азамат былай деп жазады: аға, мен сізді сыйлаймын. Мен де тәңіршімін. Бірақ амин де, өмін де мен үшін сөз емес аға. Мен аруақ деймін аға. Мен кешіріңіз. Әркім өз көкірек көзі не көрсе, соны көреді екен аға дейді. Мен саған дұрыс емес деп айта алмаймын. Аруақ дегенің дұрыс. Аруақ дегенменен, аруақ дегенменен оған сыйынбасаң, оған айтатын сөзіңді айтпасаң, аруақ жетіп келмейді. Осы жасқа дейін аруақтың бар екенін көкірегіңе түйсең де бір рет елес қып болса да көріп көрдің бе? Аруақ дегенде жетіп келді ма жаңа? Ал неге бұрынғы ата-бабаларымыз оған сыйынған кезде, өзінің мұқтажын, өзінің мұңын айтқан кезде, өзінің айтатын айтпақ ойын жинақтап айтып, оны өміндеп жіберген кезде аруақтар келген, қорғаған, қоршаған, желеген, жебеген. Демек, қазақтың аруаққа сыйының амалы бар. Яғни аруақпен сөйлеспейді екенсің, тіл қатысады екенсің. Ол заңдылық. Ал тіл қату амалын қазақ ұмытқан. Сөйлесу деген бар міне. Мен саған сөйлеп отырмын, сен тыңдап отырсың. Сен маған сөйлейсің, немесе сөйлемесең жазып жіберіп жатсың. Мен сенің ойыңды естіп отырмын. Екеуі ара. Ал аруақпен адам сөйлесе ме, тіл қатыса ма дегенде қазақ бүгінгі күнге дейін Құдаймен де, аруақпен де, табиғатпен де адам тіл қатысады деген. Тіл қатысу амалын білесің бе? Аруақпен қалай тіл қатысу амалын білесің бе? Тіл қатылып атқан кезде ол айқайлап айтыла ма? Әлде үнсіздік па? Ол қандай сатыдан тұрады білесің бе? Білмейсің бе? Иә, мен де аруақ деп айтамын. Бірақ мен аруаққа сыйынудың амалын білемін. Мен неге оны жария қылып айтуым керек? Ол құпия, жаңағы сен айтып отырған көкірек көздің ашылуына байланысты. Сен тіл қатысу амалының биіктігіне жетесің. Сабыр амалы деген бар. 6 алашты ашатын. Ал аш. Аша алмасаң шала болады. Ол ұлтымыздың аты емес, қазақ деген ұлы ұлттың Құдаймен, аруақпен, табиғатпен тіл қатысу амалында қасиетті ашу жолын көрсететін заңдылыққа толы амал, әдіс, тәсіл. Сондықтан аруақ деп айтпа демеймін. Аруақты шақыру амалын білуің керек. Қолыңа қобызды алып, барабанды алып, соққылай салғанменен ол келмейді. Аруақ деп айқайлаған сайын келе салмайды. Сен мұң-мұқтажыңды айта білген кезде, ол мұң-мұқтажды тіл қату амалы әдістеріне салып, жөнелткен кезде ол келеді. Ол саған көршің емес, дуалдан айқайласаң жетіп келеді. Сондықтан сөйлесейік. Мына айналамызды қоршап отырған үйдің сыртында адамдар бар, басқа иланымдар бар. Сонысың ба? Олар білмей-ақ қойсын мына фәни дүниеде басқа бір амалдардың бар екенін. Ол жарық дүниеде ғана жасалынатын. Жарық дүниені қабылдап, соны мәңгілік менің тұрағым деп есептейтіндердің ғана амалы. Сондықтан ол құпия. Егер мен аруақ деп айқайласам жетіп келеді десең, қателесесің. Аруақты шақыру амалын, тәсілін, әдісін қазақ көптен бері ұмытып қалған. Ойлап қалма, мен бақсымын, балгермін, емшімін, домшымын, тәуппін, қолыма бубенді алам, дауылпазды соғып қалсам жетіп келеді екен. Аруақ дегенде жанында тұра қал екен. Бұрынғы заманда ата-бабаларың, ең құрмаса мысалы ретінде айтайын, жау шауып, жаумен қарсыласар кезде сан мыңдаған сарбаздар бір ритмда тіл қату амалын жасап аруақтарды шақырған. Немесе өзінің әлденесінен шықпаған аруақты сыртқа шығарғызып, желетіп, жебетіп көмектестірген. Сау болыңдар.